Армысыз, құрметті дана халқым, сәлем бер ежелгі ата салтым. Таныстырып өтейін мен өзімді, бағаласын өнерді алтын халқым. Қадірлі ата-анамның еркесімін, перзентімін олардың, тұңғышымын. Әке шешем болашақтан үміт күтіп, надежда деп қойды мен есімімді. Ұлттым орыс болса дағы, тілім қазақ, бұл тілді әр адамы білуі хақ. Өнер, білім үйренген әр адамы, бұл өмірде өз орны табылар нақ. Туған жерім киелі қарқаралы, құттарғы жер үйға арқадағы. Қасиетті топырағынан жаралдым, қасиетті топырағынан нәр алдым. 2005 жылы Қарқаралы қаласының нөмір 2 орыс орта мектебін бітірдім. Мамандық бойынша медицина қызметкерімін. Қазіргі таңда дүкенде сатушы болып жұмыс атқарамын. Қазақтың келінімін, 3 баланың анасымын. Қазақ тілі менің екінші ана тілім десек те болады. Себебі кішкентай кезімнен бастап қазақша сөйлесеміз достарымызбен, көршілерімізбен. Олардың бәрі қазақ, сондықтан маған қазақ тілін үйренуге қиындыққа соқпады. Балаларымыз дүниеге келгенде міндетті түрде шілдехана жасаймыз, қырқынан шығарамыз, тұсауын кесеміз, тіл ашарын жасаймыз. Салт дәстүрлері маған қатты өте ұнайды. Сондықтан әрбір азамат меніңше Қазақстанды сыйлайтын, өз-өзіңді сыйлайтын қазақ тілін үйренуге тырыссын.